олай болса, сабаққа дайынсыз ба бүгінгі? Сабақ алдындағы көңіл-күйлеріңіз қалай? Олай болса, жаратылыстану пәні сабағын бастайық. Ал балалар, сіздердің алдарыңызға мен арнайы летбуктарды таратып бердім. Барлығымызда бар ма? Барлығымыз алдық па? Қандай ерекшелік байқап тұрсыңдар? Қандай? Дұрыс айтасыздар. Түстері әртүрлі, я? Неліктен түстері әртүрлі екендігін мен сіздерге сабақ барысында түсіндірем. Енді летбуктарыңызды ашып, үй тапсырмасын қайталауға арналған бірінші тапсырмасына назар аударыңыздар. Өткен тақырыпты қайталауға байланысты тест тапсырмасын орындайсыздар. Таба ғой. Жақсы. Құрамында не болуы қажет? Қазір назарларың видеода. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ас қайда қорытылады, және де бүгінгі сабағымыздың мақсаты ас қорыту жүйесінің негізгі мүшелерін анықтау, әр мүшенің атқаратын қызметін білу. Осы мақсатқа жету жолында бүгінгі сабақта жұмыс жасайды екенбіз. Ас қорыту жүйесінің мен сіздерге қараңыздар, бұл 3D модель екен. Біздің ішкі ағзаларымыз дәл осындай қалыпта орналасқан екен. Мінекей, қарайықшы. Ең қарапайым түрі біздің ас қорыту жүйеміз қайдан бастау алады? Дұрыс айтасыңдар, ауыз қуысынан бастау алады екен, я? Ары қарай аузымызға түскен ас қайда барып түседі? Я, міне мынау тұрған ол бізде ішке түседі. Өңештен кейін ас қорыту жүйесінің ең маңызды органы деп айтқан болатынбыз кешегі сабақта. Бұл қай жеріміз? Ас қазанымызға барып түседі екен. Ас қазанымыз, міне, я, ас шекпен тоқ шекке барып ас түседі екен, я? Міне, бұл макетті қозғайды алады екенбіз, я, балалар? Міне, арт жақтан қалай біздің ағзаларымыз көрінетінін біз көре алады екенбіз, балалар. Ас қорыту жүйесін модель арқылы түсіндіргім келеді, балалар. Назарлар, я, ас қорыту жүйесі біздің ағзамызда қалай жүреді? Жаңа біз сіздер айтқан болатсыздар. Ас қорыту жүйесі неден бастау алады? Аузымызға ас түседі. Одан кейін ол қайда келеді? Өңешке келеді. Өңештен кейін қайда барып түседі? Асқазанға. Асқазанда тамақты қорытуға көмектесетін не бар? Сөл бар. Сөл бар екен. Дәл осы сөлмен біздің асқазанымызға түскен ас араласып, ол қорытылады екен. Қорытылғаннан кейін қайда барады екен? Міне, нарада көріп тұрсыздар, я? Асқазанда асымыз қорытылып жатыр. Енді ол қорытылып болған ащы шекке барады екен. Ащы шектен, балалар, ал қалған қалдық біздің қай шегімізге барып түседі? Тоқ шегімізге барып түседі екен. Тоқ шек өзіне суды сіңіріп алады екен. Ал одан қалған қоймалжың, қатты қалдық қайда барады? Түк шекке барады екен. Түк шегімізден ол сыртқа не істейді екен? Шығады екен. Жақсы. Жақсы, балалар, енді қараңыздар. Сіздердің бүгінгі сабақта өздеріңіздің қалай жұмыс жасағандықтарыңды бағалауға арналған арнайы бағалау парағы бар екен, я? Қыз балалардікі өздері сияқты қыз оқушы, ұл балаларға арнап ұл оқушыны дайындап қойдым. Қазір енді қараңыздар, сіздердің топтарыңыздың ортасына не көріп тұрсыздар? Я, не көріп тұрсыңдар? Дұрыс айтасыңдар, дәрумендерді көріп тұрсыңдар. Енді сендер әр дұрыс тапсырма орындаған сайын өздеріңнің достарыңды дәруменмен байтасыңдар, я? Дұрыс тапсырма орындаған сайын не алып отырасыздар ортадан? Дәрумен алып, мына бағалау парағын дәруменге толтырасыздар, я, балалар? Енді қараңыздар, әр топтың алдында сіздерде QR код бар, көрдік пе? Сіздер мына QR кодты сканерлеп, өздеріңіздің топтарыңызға берілген тапсырманы тыңдайсыздар. Балалар, енді сіздердің летбуктарыңыздың түстеріне сәйкес барлығымыз топтарға жинала қалсақ. Сары түс осы топқа, бірінші топқа, жасыл түс екінші топқа, сары түс үшінші топқа, көк түс төртінші топқа келіп жайғаса қалсақ. Оны орындайсыздар. Екінші топ, сіздер қолда бар заттардан ас қорыту жүйесінің мүшелерін жасайсыздар.
саздан ауыз қорытынды істедік. Мынау ауыз, бұл өңеш, бұл асқазан, аш шешек, тоқ шешек. Бұл бізде ауыз, біз бутылканың басынан жасадық. Сосын бұлай трубочкадан бұлай кетеді. Сосын асқазанды бутылкамен істедік. Ең бірінші ауыз қуысы, одан кейін ауыз қуысынан кейін өңешке кетеді. Өңештен кейін ол асқазанға кетеді. Асқазанда ол қорытылады. Одан кейін ол аш-ішекке түседі. Аш-ішектен кейін тоқ-ішек. Тоқ-ішектен кейін тік-ішекке кетеді. Жақсы. Балалар, енді қараңыздар. Сабағымыздың қорытындылау мақсатында мен сіздерге летбукта 3-ші тапсырманы дайындап қойған болатынмын. Қазір біз сіздермен үдеріс формуласын қалыпқа келтіреміз. Аз қорыту жүйесінің кезеңдерін дұрыс ретпен толық жазып шығуларыңыз керек. Бірінші аз қорыту жүйесі неден басталады? Сол фазаны қалыпқа келтіреміз. Кезеңдерін аз қорыту жүйесінің. Нараға келіп таңдап аласыздар. Қайсы бірінші неден басталушы еді? Келесі. Келе ғой. Жақсы, олай болса балалар, бүгінгі сабағымызда біз сіздермен қандай тақырыпты қарастырдық жаратылыстану пәні сабағында? Жақсы? Сабақтың тақырыбы аз қорыту жүйесі деп аталады. Жақсы, аз қорыту болса балалар, аз қорыту жүйесіне қатысатын мүшелердің атауын кім маған атап береді? Жақсы? Ауыз қуысы, өңеш, асқазан, аш-ішек және де тоқ-ішек. Жақсы, жылыту процесіндегі асқазанның атқаратын қызметі қандай? Кім маған жауап береді? Жақсы, жүзді отыр. Асқазан сөлге қорытылады. Асқазанда асыңыз? Қорытылады екен. Жақсы, алар, бүгінгі сабағымызда біз сіздермен аз қорыту жүйесіне қатысатын мүшелердің аттарын білдік пе? Білдік. Әр аз қорыту жүйесіне қатысатын мүшенің атқаратын қызметімен таныстық па? Таныстық. Қалай ойлайсыздар? Бүгінгі сабағымызда біз өзіміздің сабақ басында қойған мақсатымызға жеттік пе? Жеттік, дұрыс айтасыздар. Қорытындылайтын болсақ, бүгінгі сабақта сіздерге ұсынылған 3 түстің біреуін таңдайсыздар. Бүгінгі сабақты түсінсеңіздер жасыл, әлі де бүгінгі сабақ бойынша сұрақтарыңыз болса, сары немесе бүгінгі тақырып сіздерге қиындық тудырса, қызылды таңдайтын боласыздар. Бірден. Бастап, отыра беріңдер. Отыра бересіңдер. Басқандар отыра береді? Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер, қазылар алқасы. Мен Ануарбекова Алтынай Әділбекқызы, номері 48-ші мектеп қосымша білім беру орталығының бастауыш сынып мұғалімімін. Бүгін сіздерге ұсынған сабағым 3-ші сынып жаратылыстану пәні аз қайда қорытылады тақырыбы бойынша сабақ көрсеттім. Сабағымның мақсаты аз қорыту жүйесінің негізгі мүшелерін анықтау, әр мүшенің атқаратын қызметін білу. Осы мақсатқа жету барысында түрлі әдіс тәсілдерді қолдандым. Соның бірінде үй тапсырмасын тексеріп алу мақсатында летбук әдісін қолданған болатынмын. Летбук әмбебап әдістердің бірі. Бұл жерде сабақтың 3 кезеңіне арналған тапсырмалар жиынтығынан құралған. Үй тапсырмасын тексеруге, жаңа сабақ бойынша балалардың түсінгендігін көруге және де жаңа тақырыпты оқушыларға жеңіл әрі қызықты қылып түсіндіру мақсатында жасанды интеллекттің мүмкіндіктерін сабағымда тиімді қолдандым. Топтық тапсырманы орындау барысында оқушылар QR-кодты сканерлеп, топтық жұмыстың нұсқаулығын виртуалды мұғалімнен түсініп алды. Астың жүріп өтетін жолы балаларға түсінікті болу мақсатында модельмен астың жүріп өтетін жолдары балаларға көрсетілді. Кері байланыста оқушылар үдеріс формуласы аз қорыту жүйесінің кезеңдерін дұрыс ретпен орналастырды.
Сабақтың өн бойында оқушылар бағалау парағын толтырып отырды. Әр дұрыс жауаптары үшін өздерінің достарын дәруменмен байытып отырды. Дәл осындай түрлі әдіс тәсілдерді қолдану арқылы сабақтың соңында мен өзімнің сабақ басында қойған мақсатыма жеттім.